Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан маңызды жаңалықтарды, шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, видео кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видеоның астындағы бір ғана лайк және жазылу түймесін басыңыз. Қолдарыңыз Гибатулланың қабырғасына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сіздерге ең жақсысын жеткіземіз. Ал ендеше бастадым. Алматыда жануарлардың жанашырлары бас көтерді. Алматыда жануарларды қорғауға арналған рұқсат етілген митингке 100-ге жуық адам жиналды. Тірілер түрме. Алматыда жануарларды қорғау митингісі өтіп жатыр. Шеру Сары Арқа кинотеатрының артындағы алаңда өтіп жатыр. Қатысушылар жануарларға адамгершілік және де жауапкершілікпен қарау туралы заңды қолдайды. Наразылық білдірушілердің айтуынша, қазір елімізде жануарларды қорғау туралы заң жұмыс істемейді. Заң жұмыс істеуі керек. Флайер түрмеде болуы керек, дейді митингке қатысушылар. Сондай-ақ жиналған қаңғыбас иттердің атылуына қарсы шығып, мемлекетті жануарлардың қатыгездігіне баса назар аударуға шақырады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.